балам, бүгін біз ағаштан арба жасап жатырмыз. Арбаның соңғы бөлігі бұл дөңгелегі. Дөңгелегін осылай саламыз. Қана ұлым, маған балға берші, қағайын. Әке, арба дайын ба? Иә, ұлым, мінеке арбаң дайын, дөңгелегін барлығын орнына салдық. Қане итеріп көрші. Ұлым, саған жасаған арба ұнады ма? Қатты ұнады. Рахмет, әкесі. Ал әкесі, арбаларыңыз дайын болды ма? Иә, арбамыз дайын болды. Қантөре ұлыма қатты ұнады. Жақсы, қолдарыңыз дерт көрмесін. Енді әкесі қараңыз, бізде қазір Рамазан айы басталды. Ауызашарға атасына, әжесіне жент дайындағымыз келіп тұр. Соған диірменнің таяғының басы, шегесі түсіп қалды, және мына таяғы көнеріп қалыпты. Соны бізге оңдап берсеңіздер. Ой, бәрекелді, қасиетті Рамазан айында атасы мен әжесін қуантқысы келген немересі мен келіннен айналады. Әрине жасап береміз. Ағаш көнеріп қалған екен, осы ағаштан жасауға болады. Қана балам, сүргіні маған берші. Бұл сүргімен бұны тегістеп сүргілеп басына ағашын қағып беретін боламыз, иә балам? Жарай ма? Қана ұлым, шеге алып бересің ба маған? Қана ұлым, маған шеге алып бер. Анаңа диірменнің таяғын жақсылап жасап берейік. Қана енді маған балға алып бер балам. Айбекенің анасы мінекей, диірменнің ағашы дайын. Рахмет, қолдарыңыз дерт көрмесін. Енді жүр қызым, диірменге барып, талқанымызды дайындайық. Ал Айбеке, қара біздің мынау диірмен. Бұрында біздің ата әжеміз осы диірменді қолданған. Тарыны осы жерге саламыз, иә? Осылай айналдырып, біз талқан дайындаймыз, қызым, жарай ма? Біздің талқанымызды тарттық. Бұны қандай мына жерде дайын болды талқанымыз, иә? Енді Талқанда не жасаймыз? Қызым, қазір талқаннан қазақтың ұлттық тағамы өте құнарлы жентті дайындаймыз, иә? Айбекенің әкесі, Айбекенің дайындаған жеңді. Дәм ауыз тиіңіздер. Ой, жарайсың Айбеке. Айбеке анасына көмектесіп жент дайындады. Қантөре ұлым маған көмектесіп екеуміз арба дайындады. Осылай жұмыла көтерген жүк жеңіл болады. Әрқашан бір-бірлеріңе қолғабыс болыңдар. Еңбектен ешқашан қашпаңдар.